Соковыжималкамды алып жатырмын өзіміздің үйге келіп. Мына үйде неге тұрмай жатырсыңдар дегендерге айтайын. Бұл үйге скорымен ремонт жасаймын. Тағы да өзгерту керек болып тұр. Перестановка полностью. Мына жақта спальнямызде бізде үлкен да гардероб тұр. Гардеробты бұзып, ана жаққа кухня, гостиная жасап, мына жерге спальня жасаймыз, мына жаққа гардероб жасаймыз. Получается. Сонымен соковыжималканы алып келуге кеттім. Мына жақта бізде үйдің іші деген просто хаос болып жатыр. Өйткені бүкіл новый заттардың барлығын осы жерге алып келіп тығып тастадық. Ертең новыйға көшкен кезде барлығын алып кетеміз деп. Сол Османчиктің витаминін алып кетуге келдім. Барлығын енді мамамдікіне алып тастамасам, өйткені ол жақта тұрып бұзылып кетеді. Бітіп қалыпты мамамдардікі неде болған. Соны алып кетуге келіп отырмын. Мен деді 60 bin ұлаттым, 60 bin зұрқад аламын деп айтты. Короче, мына жігіт Мунистің туған інісі. Уже осы жақта объект алып жұмыс жасап жатыр. Қуандық аға. Қазір біздің сантехника электричествоны жасап жатқан кісі. Осы жерде тоже объектілерді жасап жатқан кісі. Мунис осы жерде ең уже деді Новопарктың уже қанша жарты жылдан аса осы жақта жүр. Уже местный болып кеткен бұл. Біздің элитный городогымыздың. Сол осылай күшті палау жасап, өзбекша палау жеп жатыр. Қалай жұмысқа? Мынау тоже қолдан жасалған, иә, да? Капуста дайын болғанда, бірақ пісірем деп. Сколько мы ждали эту капусту. Вот видео. Вот сразу видеоға тағылдыңыз. Мына көршіміздің үйі жасап жатыр екен, ака. Сол көршінің үйінде көріп жатқам ғой. Қалай жасап жатыр екен деп. Жақсы, монистер жасап жатыр екен. Не дизайн жасап жатыр екен деп қызық болып жатқан ғой енді. Біздің үйдің дизайнерін өзіміз көріп қойғанбыз ғой, нарақтың дизайны қалай болады екен деп. Сол, бұл жердің дизайнері Мунис өзі екен, акасы. Сол, в общем, жақсы. Күшті жасап шығыңдар енді. Позор, соседтарымның алдында позор болмаңдар мені. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қайырлы кеш. Біз тойға баруымыз керек, жүрісімізді қараңдар. Той сағат 5-те басталатын болған. Жүрісіміз мынау. Как обычно, жаңағы көйлегі жүріп тұр. Бәйде 2-3 күн алдын айтып еді көйлек. Мен, короче, түсіндім, мынау уақыт өте келе үйде не бар, соны киіп кете береді дегенбіз ғой біз еркектер. Алдындар кәдімгі дайындалып, киім алып не істейтін. Қазір сол қандай киімдер бар, соны кие салайыншы деген ойға келетін болыпты ғой. Тұмаретті ансамблінің араларына бір қошемет салып қойыңыздар. Жас келінді. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Есімізді жиып уф деп отырмыз. Қыз деген өмірге 3 кило 800 болып келді. Әпшең асығыз келе сап үлкен дәретке отырып алып, одан кейін қарны тоймай жылап. В общем, осы палатаға келдім. Толғақпен 5-6 сантиметр деп, жатыр мойнының ашылуы деп, таңға дейін босанып қалас деп түнде келгем. Толғақ арасы жиілеген соң родблокқа көтеріп, қайттан осы жерге келіп тастады, в общем. Жаңа келген кезде ваннаға су толтырып, толғақты жеңілдетіп кішкене деп, андай бір роза гүлдердің жапырақтарын салайын деп отыр да. Айвай, қойсаңыздаршы дедім. Шілей олай драма жасамайықшы деп. Осындай жуынатын жер бар екен, дәретхана, в общем. Осы палатада қыз екеуміз, қызым екеуміз. Есімін Роман қызы Карина деп қойды. Жалпы балалардың есімін қоюға мен мүлде араласпаймын. Әкесі қояды, бәр баланың атын, 5 баланың атын да өзі қойды. Мына жақта менің түскі кешкі тамағым. Тамақ жеген жоқпын, в общем, бүгін. Осы жердің тамағында. Холодильник, тефаль, в общем, қасыма адам жатса болады на диванға. Біздің жырымыз басталған Билирубин деген. Билирубин ба? Сәлем айт. Мен жататын төсегім. Еркелеп жатырмын. Қызымды киіндіріп кетіңдерші, памперсін ауыстырып кетіңіздерші деп. Бұл жаққа қандай роддом сумкамен келудің керегі жоқ екен. Осы сумкаға қызымның өзімнің заттарымды салып алып келгем. Менің артымнан іздеп сұрап келіп жатқан кісілерге стоп қою керек еді ше. Тамақтың жақта тау болып жатыр.
мына этажда менен басқа ешкімге тамақ келіп жатқан жоқ. Келіншектер керек емес, осы жердікін жеп жата береміз деген ау деймін. Елдосым Беталі келіншегімен келіп қырғауылдың етімен осындай әдемі гүлімен қуантып кетті. Алла разы болсын. Сіздердің де арттарыңыздан осылай роддомға, перзентханаға гүл тасып, тамақ тасып жүруді нәсіп етсін. Ал мына әдемі себет гүл Әбдіжаппар Мика кеше босанғаннан кейін алғашқылардың бірі болып құттықтап кетті. Алла разы болсын. Ниетке, пейілге, қазақ кез келген нәрсені жақсылықта қайтсын дейді ғой. Бастарыңа келсін осы күн. Мынанда жұмыс жасайтын апайлар жаңағы аман-есен босанып алыңызбен тұрамыз. Неге біздің перзентханаға келіп босанбайды екен деп ойлайтын едік, келдіңіз ғой ақыры деп жаңа маған осылай әдемі гүлмен, жеміс жидекпен, андай тәттілермен келіп жатыр да. Төркіндеріңіз сіздің дейді да. Сіздің төркініңіз Шардара жақта емес па дейді да. Ой, Шардара емес, осы Алматыдан үйлі болған төркіндерің келген артынан іздеп деп. Төркіндерден ет болды ше. Өткен жыл ғана келіп еді. Рахмет үлкен, Алла разы болсын баршаларыңызға. Жақсылықта, тойда жүздесуді нәсіп етсін. Кішігірім осындай простой қазақбайский, өзімізге обзор емізге. Мынаның ішінде 2 литр ма, 3 литр ма банкімен толып керемет сорпа келді. Терлеп тепшіп ішіп алдым. Құнды жеңге үлкен рахмет. Ойпырмай. Шешемнің алыста екенін білдірмей. Кеше алдың күні, бүгін 3 күн қатарынан тамақтасып жатыр ғой. Алла разы болсын. Ұлдан апай үлкен рахмет іздеп келіп жатқан. Нұрлан мобилограф жігіт келіншегі әдемі ақ тілегін арнап түсте тамағын беріп жіберіп. Ойбай жаным ай. Әй, 30 деген оңай емес екен, жас кездеріңде тубыңдар.